30-дан асқан жастардың әңгімесі. Қазір бізді ағай дейді, апай дейді. Өзі кішкене ерекше естіледі. Мынау оқымыр маған не айтып тұр, сен орысша білмейсің, ұят ол деп айтқан ғой. Маған ешқашан атымдатама. Маған атымдатаса маған дико ғой. Баланы тәрбиелеу үшін өзің тәрбиелеу. Иә. Мемлекет қызмет таңдағаныма өкінбеймін енді. Не істеп жүрсіңдер? Не істеп жүрсіңдер? Екі туралы өкінішке бар. Енді менде әрқашанда приоритет отбасы. Баланы бір түсіре беру керек. Негізі күшті әңгімелер сол кезде кетіп қалды. Да не бағана перекрутить түсіре саласың деп па. Он, может быть, записал это все. Сейчас эти налетят деп па. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. У нас очередной подкаст. Бүгінгі біздің подкастымыз необычный. Өйткені біз белгілі бір экспертті, белгілі бір официальный адамды шақырып отырған жоқпыз. Дос ретінде өзіміздің студенттік досымыз, өзіміздің танысымыз, жүрегімізге жақын адамды қонаққа шақырып отырмыз. Әлия екеуміз. Әлия қалың қалай? Керемет. Алёха қалың қалай? Алёха деп айтамыз, негізі ол Алибек Тұрсынбетов, ішкі саясаттың бастығы. Ол официально. Ал біз үшін ол студенттік дос. Бәрі тамаша, шақырған үлкен рахмет. Бүгін енді нақты бір тақырып жоқ, әйтеуір әртүрлі тақырыптар тұр. Жастар саясаты дейсіздер, қандай мамандық таңдау керек, өмірде өзінің қандай жолын таңдау керек деген секілді әртүрлі тақырыптар бар. Солардан сөйлесеміз. Подкастқа енді бірінші рет келіп отырмын. Сондықтан кішкене қобалжу жоқ. Непонятно. Бір дұрыс жолмен кетпей бара жатсам, бір бұрып барым дұрыстап не істеп отырасыздар енді. Бізде керемет монтажер бар, если что, кесіп тастаймыз, если что, сразу кесіп тастаймыз. Даниярға сенеміз. Иә, Даниярға сенеміз. А так-то желательно кеспегенге, желательно эмоционально, шынайы, жүрекке қандай сөздер келеді, ойға қандай сөздер келеді. Негізі психологтар айтқан кезде поле дейді ғой. Поле қалай сработает, қай бағытқа кетеміз, сол бағытқа кетеміз. Көреміз әлі. Бұл нәрселерден жаңа студенттік дос деп шақырып отырмыз ғой. Бұл негізгі біздің жолымызда біреуге үлгі ретінде, иә. Мысалы, қаншама сен жастармен жұмыс жасап жүрсің. Біз де мысалы балалармен, ата-аналармен жасап жатқан кезде осы істеп жатқан ісімізден әрбір адам бір сауап алса, іс белгілі нәрсе алса, бұл біз үшін бір қалай айтсам, өмірімізде бір жақсы бір нәтижелеріміз деп ойлаймын да. Сол үшін де миссия сияқты ғой. Мысалы, біз бәріміз де студенттік өмірден бір нәрсені көрген, бірақ әртүрлі салаға кеткен адамдармыз да. Сондықтан оны өзіміздің тәжірибемізбен бөлісу деп айтайық. Сондықтан ешқандай бөліп ойға келетін нәрселер емес, жаттанды емес, жай ғана қарапайым түрде не көрдік, не білдік, қалай пайдалы боламыз деген сияқты нәрсе ғой, мысалы. Бағыт көрсетсек, иә? 30-дан асқан жастардың әңгімесі. 30 плюстардың әңгімесі олға айтыр бүгін. Жалпы ең басты сұрақ негізі қазір жастар мен біздің кезіміз жастары қандай армашылық бар или жоқ па? Бар үлкен. Енді өйткені біз кішкене енді салыстырамыз ғой әрқашанда. Қазір жастар мен қазір бізді ағай дейді, апай дейді. Өзі кішкене ерекше естіледі. Не хотим признавать, 30 плюс деген сондай өзі. Вроде жассың, но в то же время уже кішкене жасың келе жатыр, өрлеп бара қарай. Сондықтан айырмашылық бар. Қазір жастар шыншыл, бетке айтады. Бұрында біз все равно кішкене бізге үлкендер бір нәрсе айтқан кезде кішкене дұрыс болмаса да, иә деп, кішкене құрметтеп, не істейтінбіз, иә. Ол енді бір жағынан дұрыс шығар, бірақ кейде қате нәрселерді айтылды, ол жерден енді кішкене мойындау керек. Онда кішкене енді жарайды дей салатынбыз. Қазір жастар енді шыны керек, ол үлкен плюс. Какис айтады да. Бұрыс деп, дұрыс деп, сол жағы мен өзім қуантады. Сондықтан кішкене біздің жастардың несі менталитеті өзгеше. Қазір андай бос сөзге қарағанда жақсы іспен дәлелдеуді жақсы көреді. Соң қазір жастар көбінесе шығармашылыққа өте мықты. Бейім, иә. Қазір көріп жүрміз ғой біз. Неше түрлі шаралар жасаймыз, жобалар жасаймыз. Сонда мен өзім жастар шақырамыз. Соларын өзінен сұраймын да. Қандай шаралар жасақ, не істесек болады, сендерге не қызық болады деп. Сондықтан кішкене бұрында біз ондай нәрсені былай ашық айта алмаушы едік. Былай істейік деген сияқты. Былай істейік, давай мынандай жасайық деп, мынандай проекттар жасайық деп. Бізге не айтады, соны не айтады, соны істейтінбіз. Қолдаймыз да жүре береміз. Сол кішкене тұйық болдық па, иә?
ашылмаған адамдар не қазір жастар ішінде вулкан ғой кәдімгі ал идея не үшін деп айтып ойлайсыз отырады. не үшін деп Ұялмайды. ойлайсың Білмеймін, мне кажется, енді қандай теория кезінде бар ана Моисей бар ғой атамыз. Сол қаншама 53 шақты жыл жүріп өзі не еврей ұлтын не істеді ғой, сана сезім құлдықтан еркіндікке жаңа өзгерткен ғой. Енді босқадан айтылмаған тарих қой енді былай айтқанда. Сондай бір не ғой деймін, ол да бір уақыттың бір өзінің бір несі еншісінде заңдылығы да. Әр келесі келетін бір ұрпақ санасы бөлек бізден де мүмкін енді кішкене болса бірақ күштірек болады. бірақ оған дәнегу керек қой сол санаға келу үшін де деген сияқты. Және сен мысалы мынандай нәрсе ғой, әрбір сол санаға келу үшін дәнегу керек деп айтып тұрмын да, бірақ мынандай нәрсе бар. Сол кезде мысалы біз үлкендерге айта алмадық, өйткені үлкен адамдардың эгосы басым болған шығар деп ойлаймын да. или олардың ойлары бөлек болды иә жоқ көрдің ба, оларға айтқан кезде бізді қабылдауға дайын болмады иә дайын. Эго деген нәпсі ғой бәрімізге, мысалы діннен біраз алыстау болдық деген сияқты. Мынау реально біздің тілде айтқанда мынау боқмыр маған не айтып тұр деген сияқты. Шын сондай әңгіме ғой. Не білесің сен, айтып тұрма істе деген сияқты әңгіме айтады да. Реально мен көрген нәрселерде бізде солай болды. И сен оны талқыламайсың да. А мен де осы тәжірибеде мынандай нәрседе біраз енді уже кісілермен жұмыс істедік жаңағы басшы. И менде сондай бір неме аты жөнін айтуға бола ма болмай ма, әр күнге ол кісі бастық, но сол кісінің маған айтпай қояйық, сол кісі келген кезде маған сол кісінің методикасы қатты ұнады да. Былай болатын, жаңа сіз айттыңыз ғой, шақырып алып деген сияқты, сол сияқты болатын да. Мысалы өзім қанша жыл жұмыс істеген кезде ең бірінші рет сондай бастықты көрдім да. Келеді де сен отырғызады да, мысалы сен соған жауапты мамансың ба, сен соның жетекшіміз, келеді де бәрін отырғызып сұрайды, не осы істі осылай атқару үшін сен қандай нәрсе ұсынар едің, не ұсынар едің, осыны жақсарту үшін қалай болу керек деп реально сұрайды да. Сол кезде сен потенциалың ашылады да, ана кісіге ұсыныс айтасың ғой. Реально сол арада отырып мама өзің сезінесің, реально сен сол маман екенмін ғой деп. Давайте мынаны былай істесек осылай болады, мынау былай істесек осылай болады, маған мынандай. Сол кезде сол кісінің бір ауыз ғана сөзі сонда көп мотивациямен және нәтижесін берген нәрсе да. Сен осы нәрселерді істе, менен не керек, қандай көмек керек, мен саған всегда болсам деген сияқты нәрсе ғана болды да, сол басшылар. И мен айтамын, бізде басшылық менеджменті деп айтайық па, басшылардың сондай қарым-қатынаста сол уақытта жоқ болды сондай. Мысалы, біраз 15-20 жыл өтті ғой, мысалы біздің де сондай жүйеде жұмыс жасағанымызға. Сол кездегі мен көрген басшылардың бірең сараң сол кісі ғана болды да. Оған дейін ондай болған жоқ. Мен айттым, сен істейсің деген сияқты. Ана кісі келгенде мен шокта болдым да. Сондай басшылар мысалы қазір басшылық жүйеде сондайға үйрету керек деп ойлаймын. Онда анандай система ғой, получается, демократия система вообще мүлдем жоқ қой онда. Иә, коммуникация ғой, дұрыс коммуникация. Иә, мен айттым, сен істе деген сияқты. Мысалы, бір мынандай теорияда бар ғой, мысалы кезінде дейді, әр салада бір лидерлардың уақыты болды дейді да. Лидерлер болатын дейді. Бір адамды не істеп отыратын дейді. Алдыға шығарып, иә? Алдыға шығарып, соның артынан еріп, сол бағыт беріп отыратын дейді. Қазір командалық жүйе дейді да. Қазір личность емес. Қазір личный команда. Именно командалық любой проблеманы шешу үшін командалық идея керек. Командалық жаңағы сол жүзеге асырудың өзінің амалы рух керек. Иә. Сондықтан қазір команда болып бір-бірімен ақылдасып, қоғамнан бір пікір сұрап сөйтіп шешілмесе, ол бір адам енді бұрынғы система уже келмейді уже. Сол даму деген өз ойым. Хотя это очень больно, иә, негізі. Шынымен керек болса. Больно. Қазақ қоғамына қазір енді ол өте ауыр келіп жатыр, ол жеңіл келіп жатқан жоқ қой. Өйткені мына жерде қарама-қайшы мнениялар кетеді, пікірлер болады, содан кейін система, бұрынғы система бар, қазіргі система бар, и оның хейтерлары айтатын, бұл бізге зачем, это американизация деп айтады, бұл бізге керек емес деген сияқты әңгімемен кетеді. Мына жақтан жастар жоқ, біз былай дұрыс сияқты дейміз, елге қараймыз, жерге қараймыз. Еще жәнегі теорияға қосып кетемін, Моисей туралы айтқан кезде. Қазіргі кезде, мне кажется, қазақ қоғамында интернеттің пайда болуы и оның ашық болуы да көп үлкен әсер берді, иә. Даже Инстаграмда айтатын болса, жастар қазір біреуден сұрап қана біліп, оның мнениясымен ғана жүрмейді, ол өз зерттеп алады. Керек болса. Мықты. Иә. Содан кейін өзінің ойын қорықпай айта алуға енді бір несі бар деген сияқты. Бұрын біз білмедік қой. Мен даже университетке түскен кезде 2006 жылы интернетті біз Пушкин библиотекасына баратынбыз. Сен осындай дискеталар алып, бюллетеньге оны еще сатып, сол жерден рефератты скачиваешь, соны 500 теңгеге сатып аласың. Еще библиотекада очередь болатын, не? Білесіңдер ма? 2006-да это до какой степени қараңғылық болды.
сканерді еще жөндеп отыратын білесіңдер ма? Иә. Иә, кәдімгідей каждый бетті еще рефератының үшін это столько Это, оказывается, элементарные вещи, по идее, қазір қарап отырсақ. Иә. Қазір жастарға презентация істеу, анау істеу өте оңай ғой. Өте оңай. Бәрін біледі олар. Даже міне бірінші класстағы менің қызым келеді ғой, мысалы андай көріп отырады да, соң айтады, мама маған мынаны үйретші дейді да, мен монтаж жасап отырамын ғой, салды ғой, маған керек дейді, мама мен мынандай жасағым келеді дейді да, и ол маған андай обложкалар жасап береді ғой. Мен шоктамын ғой кәдімгі, ойлашы. Анау сонда қайдан көрдім десе, сіздің жасап отырғандарыңыз көрдім де, тиктокта істеп көрдім дейді. Хотя мен тиктокта істемеймін, мен чисто инстаграммен жұмыс жасаймын да. Сол кезде ойла, бірінші класстың баласы сондай нәрсе дейді. А біз ол кезде жасымыз нешеде болды? 16, 18, 18-19 болды, болдық, білмегенбіз. Енді қазір сол қазір кішкентайлар дамыған. Өйткені ақпарат бәр жерде бар да. Ақпарат қалай үйрену керек, даже ақпараттың жаңағы былай бізге жеткізудің бір несі инструменті Методикасы, иә? жеңілденді. Иә. Мультфильм, неше түрлі ойындар бар қазір смартфондарда. Соны ойнап бала көп ақпарат ала алады да, жаңағы монтаж жасау, алфавит деген секілді, ағылшын тілін үйрену. Мысалы мен балам 3 жаста, бірақ ол қазір санай біледі, 30-ға дейін санайды. Алфавит 3 тілдің алфавитін деді. Ол енді таза ненің, мысалы ойынмен жаңағы YouTube'тың арқасы да. Үйреніп алды, Иә, қазақша сөйлейді ме? Қазақша да сөйлейді, орысша да сөйлейді, ағылшынша алфавитін біледі. Мықты. Оның жаңағы нөлевой классқа баратын әпкесі, Айбеке қызым. Соған не істеп отыр ғой? Подкаст істеп отыр ғой. Сен маған әріптің дұрыс айтпай отырсың, санды дұрыс не істемегенсің, Даже ойлашы. 3 жаста бала. Жоқ, шынымен солай екен. Менде үйде балалар, біреу 10-да, біреу 7-те ғой. 10-дағы қыз емес, 7-тегі ұлым ағылшын тілін күшті біледі да. Біз өстіп ойыны неміс кешке жақын жатып аламыз, екеуін екі жаққа жатқызамын да. Папасы жоқ кезде. Сол кезде мен қазақша сөз айтамын, или орысша сөз айтамын. Олар қазақша айту керек, если адам ағылшынша айту керек. Сол кезде ана ағылшынды қызым емес, ұлым біледі ғой. Тық сөздерін бәрін айтып жатыр. Сол кезде вау дейсің ғой. Мен ол жағынан менде минус, мен балаларым таза қазақша сөйлейді. Ол да дұрыс. Мен бір жағы енді таза қазақша сөйлейді деген немеге менде сол приоритетпен өсіріп келе жатырмын да, өйткені менде көбінесе біз кешке ертек оқимыз. Это вот көп баланың логический шығармашылық немесін мен көп нәрсе қойдым да соған, өйткені оны мен театрдан көрдім. Бала когда ертегімен өскен кезде, ода ойы, ойлауы, фантазиясы кәдімгідей. Мен қыздарым кей кезде өзім ойламаған нәрсені фантазия етеді, соны ойлаймын қайдан деп. Қарасам, мысалы отырып алады да, залдың екі есігінен шығады да, свет өшіріп, қара спектакль қоямын дейді, ертегі қоямын дейді. Екеуі екі жағынан шығып, қуыршақтармен сөйтіп қояды да, ойнайды да, и өздерінің воображенияларын істейді. И сол кезде олар қазақша нәрселерді айтады да, и мен всегда ана қорқатын, мысалы, мен кеш балаларым енді кеш босандым ғой, енді балалардың менің алдымдағы мысалы бала көп орысша сөйлейтін да, мен содан қорқатым да, балам сондай болып кете, менде сол қорқыныш болатын, балам орысша ойлап кете ма деген нәрселер бар ғой. Білмеймін неге екен, но менде сондай қорқыныш болды. Дұрыс қорқыныш. Иә, содан кейін сол қазір қазақша бүйтіп қазақша ортада сөйтіп жүре бастаған кезде қуандым. Одан кейін қазір міне бірінші классқа барған кезде мына нәрсені айтады да, мама мен неге орысша білмеймін дейді. И бүкіл классында ортаны көріп жүр да, и мен де қазір андай араластырып, сол сияқты кейбір нәрседе мен де орысша сөйлей аламын деген нәрселерді айтып келеді да. Соны екеуміз отырып сөйлестік. Мен там қызым, ол былай, мысалы қазір көбінесе балалар үйлерінде қалады, Инстаграм, Ютубта сонда отырады да, олар содан орысша ғана күледі, мамалары жұмыста, соны үлгермейді. А мен отырып ертек оқыдық, екеуміз білесің, осы нәрсені істедік. Мен оны всегда театрда, мен бірінші баламнан кейін театрға жұмысқа шықтым, сол кезде ертек апарып өсірдім. Соны сен осындай істедің, содан кейін сен таза қазақ сөйлейсің, біз бірінші қазақ тілді білу керекпіз, одан кейін барып сен уақыт келгенде сен оқып аласың деп айтады. Иә, үйреніп аласың, ол сен тілің емес, ода қалай сөйлесең де ол ұят емес деген сияқты. Потому что да, былай айтыпты да, сен орысша білмейсің, ұят ол деп айтқан ғой классында балаға. Нет, ты не знаешь русского языка, это вообще, как это деген сияқты қылып айтқан, но это образ жизни. Сол кезде мен айтамын, олар наоборот, олар ұялу керек, что олар өзінің тілдерін білмейді деген сияқты. Көрдің ба, бізде қоғамда сол кезде андай, бір жағынан бұл булик. Реально. Иә, мысалы бізде Назым, қазір біздің мысалы актерский, ораторский курстарға келетін балалардың екінің бірі қазақша сөйлей алмай кетті. Шын ғой, иә, мысалы алдындағы қазақша беріңізші дейді. Көбі солай келеді, и осы актерлық ойын арқылы, тренинг арқылы олар қазақша үйренеді. Көрдіңіз ба, сол кезде бізге қазір қазақша, оның бір қорқынышты нәрсесі, олар уже орысша ойлайды. Көрдіңіз ба, ол уже орысша ойнайды, тілді үйреніп алады, бірақ та мысалы Наз, сен өзің мысалы орысша оқыдың, сен ойлауың орысша. Иә, маған легче орысша. Иә, орысша ойлаған, көрдің бе? Сол кезде разница көрініп тұрады да, екі нәрседе. Мен сол қоғамнан қорқамын да, орысша ойлайтын қоғамнан.
булить ететін. Я могу себя оправдать только тем, что мен қазақтарды жақсы көремін. Ешқашан сатпаймын. Орысша ойлап тұрсам да, иә. Мен больше за профессионализм, за этот деген сияқты. Енді оны еще орысша айтып отырмын ғой. Енді ол солай болып қалды. Иә, солай Енді біз болды. соған дән егу керекпіз де, мысалы және Назым екеумізді мысалы проектті бастағанымыз да сол да. Мысалы актерларды әкеп, неге ол жерге мысалы мен ұстазбын, ол да педагог, өзіміз сабақ бере бермедік деген сияқты ой туады да. Оның бір себебі мысалы актерлардың олардың беретін эмоциясы, олардың беретін сол кездегі әсері ана балаға бөлек. Мысалы кәдімгідей ол актерді сабақта көріп, оны сахнада көргенде сен көрсең ғой, балалардың көзі қалай жанады. Ана балалар өздері сахнаға шығып ойнаған кезде это вообще оларды потому что бізде ешқандай сахнада ойнаған бізге дейін ондай болмапты топ. Сол кезде мен айтам, әрбіріміз дән егу үлкен бір керек. жетістік болды. Сол осы кезден бастап дән егеміз деген сияқты, и сол уже қазір мақтанарлық нәрсе сөзіне бір кішкентай дүние болса да, уже мақтанып айтатындай қанша бір-екі адамның несін өзгертсең, уже үлкен сауап деген сияқты. Үлкен сауап, үлкен жетістік. Одан кейін оның отбасы болады, өз балаларын солай үйретеді. Өзі бір үлкен қоғам болып айналады. Өзің қалай нетесің? Семьяда қалай? Воспитание қазақша, орысша? Мен қазақша, анасы орысша. Екі тілді бала болады, иә? Олар енді, ол кісі енді Курчатовта тұрған, қаншама жыл орыс мектебіне барған, орыс қоғамда өскен ғой. Мен сияқты ғой. Бірақ енді қайткенмен енді Қанымыз қазақ дейсің. Менен кездесіп, өзіміз тұрмыс құрғаннан бастап, ол кісінің кішкене қазақша болып, сондай болып жүрген. Ол енді мен өз ойым, қан міндетті түрде өзін алады, генетика оянады. Мысалы жас балалар бар өзін қол астында жұмыс істейді. Енді былай бір отырыста отырамыз ғой, сонда құлақ же дейсің ғой, құйқа же. Я это откуда знаю? Соны ана бересің, жемейді, деликатес қызық, өзіміздің ұлтымыз несі жоқ дейді. Мен бірақ мен дәл сондай болғам да, бұрында ше, олардың жасында ше. Мен ойлаймын да, отрицание, уақыт келе, ол ана ішіне оянады. Ол сен келесің оған ше. Сондай болу керек деп еще басты былай қою керек. Ағаларымыз еске түсіп кетеді. Мен жағамын дейсің ба? Сол не, жаңағы өзіміздің мәдениетіміз, тіліміз, бауырмашылығымыз жаңағы өзін жаңағы уақыт келген кезде әр адам өзінің бір туыстарын іздей бастайды екен да. Қаншама мысалы бір өзім бір қарап отырамын, бар адамдар орыс қоғамда өскен қазақ азаматтары, азаматшылары жастар келіп, ана кезінде жас болған, енді қазір біраз 10-15 жыл өткеннен кейін туыстарын іздейді, өзінің тамырын іздейді, тарихын зерттей бастайды. Қаншама не болса да, ол ішінде жатады да, оянады да, міндетті түрде ол болады. Ояту керекпіз ғой. Генда бар ғой ол. Иә, мысалы бауырмашылық қазақтар сонысымен ерекшелік екен ғой, туысмашылық, дәстүр, салт бәрі әкеледі ғой. Мысалы даже біздің тұсаукесеріміз, жаңағы шілдеханамыз, оның бәрі жайдан жай балаға біріншіні жаңағы егін дән еккенмен бірге ол мысалы соғымбасы деген, оның бәрі вот туыстарды біріктірудің нәрсесі ғой. Мысалы мен даже бүгін таңертең айтамын да, бауырым, хотя оның семьясы бар, баласы бар, маған звондайды да, әпкеме сорпа ішкім келіп тұр дейді да, хотя жасы 30-ға келіп қалған да, но бәрібір маған бауыр да, мысалы өздерің көріп өстіңдер ғой, қалай екен. Сол маған таңертең ерте мен сол ойман неме иә таңғы сағат 4-5-те немететімде сразу оның ойы келді де, мына сорпа ішкісі, мен жұмыс немесе ішкісіге қойып дайындап қоямын да, таңертең уже 8-де дайын. Сосын қайдасың, сорпа дайындап қойдым ғой деп. Ну это уже менің инстинкт, әпкелік инстинкт да. И мен бір нәрсе бізде мысалы тәрбиемізде бізде мынандай нәрсе, менен кішкене бауырларым, сіңілдерім маған ешқашан атымды атамаған. Маған атымды атаса маған дико ғой. Кәдімгідей. Мені бәрі әпке дейді. Сіз деп сөйлейді да. И мен балаларым да қазір бір-бірін сөйтіп сөйлейді да. Сосын басқа бір ортаға барған кезде неге сіз деп бөтен адам сияқты сөйлейді дейді да. Мен айтамын, ол бөтен адам емес, ол просто сіздер тәрбие. Ана тәрбиеде неме кеткен дейді, ошибка. Өйткені даже енді Алланың немедер айтқанда ешкімге сен деп қолыңды неметпе дейді да. Сіз деп анасына даже сен деп қолын істеп болмайды. А бізде қазір қоғамда осы қорқынышты нәрсе болады. Ой, ол бөтен адамдарға ғана сен деп айтасың, жақындарың ондай болма. Сен вот наоборот жақыныңа сіз деп сыйласу керек дейді да. Көрдіңіз бе, сол қоғамда біраз сол нәрселер бар да. И осыны біз ақырын-ақырын дән қылып егетін болсақ, жаңағы ол үлкен бір жаңа сияқты уақыт келе жемісін беретін нәрсе деп ойлаймын просто. Хотя мен всегда ойлайтын. Ну, и ойлағам да, может быть, до сих пор. Менде көршім болған, мамасына сіз деп сөйлейді. Мен сен деп сөйлейді оған. И мен думала, сіз деп сөйлеген ол бір
как будто бір Бөтен- араларында бір барьер бар деген сияқты. Ал сен десең, ол сенің ең Жақынырақ. жақын адамың ғой. Сен оған сен деп айта аласың, сен бөтен адамға сіз дейсің да, жақынға сіз сен деп сөйлеу керек деген сияқты. Енді сондай қалыптасқан менің қазір андай неде айтады ғой, бүйтіп диссонанс болады да миымда. Сол кезде сол туралы ойлаған кезде. И жәнегі сол бауырмастықты айтып кетейін. Осы жолы бір қонақтар келді, сол кезде айтады, осындай бір жағдай болыпты. Әкесі болмаған баланың разводе были. Ол 18-ге, 25-ге дейін келгенше әкесі кетіп қалған ғой. Содан кейін әкесін біледі, бірақ айырылыспай қойған. Сен маған керек емессің, сен маған көмек берген жоқсың деп. Оқыған кезде анау. Бірақ өзінің баласы пайда болады ғой ана жігіттің. Әкесіне, той болған кезде даже звондамай қойыпты. Апасы айтқан ғой, шақыр енді әкеңді, ананы шақырмай қойған. Прям принципқа кетіп. Одан кейін өзінің баласы дүниеге келеді ғой, сол кезде әкесін шақырыпты ғой. Әкесі сонда мәз болып келіпті. Значит, сол кезде ана отцовский инстинкт дейді ғой, әкелік инстинкт оянды да, и бауыр анандай не, соны жәнегі күшті. Сол маған кәдімгідей не болды. Мен даже өміріміздегі нәрселер деп жаңа бөлісіп немен туыс туралы айтқан кезде мен жеңгем бар, всегда сол кісіні айтамын да. Ағамыз ерте 26 жасында қайтыс болады да, 2 қызы қалады артында. Кәдімгі 2 қызы қалады. Сол кезде жеңгем қызы 18 жасқа мектеп бітіріп кеткенге дейін ата-енесімен тұрады сол жеңгем. Ойлаңызшы, потому что кісі айтады да, мен қыздарды басқа біреуде неметкізбеймін дейді. Басқа әулетке, енді оның туысы туған осы жер дейді да. Сенесіз бе, сол кезде ол өзін қазір көп байқап отырсаңыздар, нағашы жағымен араласатын орта көп та бізде. Көп, иә, қоғамда. Но оның түп тамыры өзінің атасы да бізде. Вот осы арада 2 адам ұрсады да, бірақ бала түбімен араласпай қалады да. Бізде көп қоғамда жаңа айтып жатырмыз ғой бір нәрселер деген. Сол кезде мен соны жеңгеме каждый раз енді қай жерге барып ол кісіні көріп жатсам да, всегда барып сәлем бергім келеді да. Қандай бір нәрсе болса да, потому что ана балалар, ана бала қыздар қазір енді өзім мен мысалы туған немедерім ғой, считается әкемнің бауырларының балалары. Әлі күнге дейін әпке сол бәріміз бір ортада, и олар соғыршама сол келін болып түскен үйдерін кәдімгі өзім үйде кетті ғой. Ойлаңызшы, сол кезде анасынан берген сондай нәрселер до такой степени. И біз мысалы кей кезде айтамыз ғой, өзіміздікі деп, мысалы нағашы жақ өзімізге тартамыз көбіміз. Байқайсыздар ғой, иә? Аналар, енді көресің ғой, бәрібір енді бізде бит кей кезде кетіп қаламыз ғой. Кәдімгідей сол барған жұртын олар кәдімгідей неметеді. Сол кезде сол сұраймын ғой, сіңілім болған соң кей кезде ашық сөйлем, сол кезде айтады, әпке дейді, мен мамамнан көрген нәрселерді істеймін дейді. Ол кісі никогда андай өзінің жұртын неме істемейді. Мысалы мен мектеп бітіргенге дейін алғаш студент болып Астанаға барған кезде мен мамам туыстары бар екен білдім. Мамамның 7 ағасы, еще 5 сіңілі бар екен білдім деп па. Хотя нонсенс қой. Для нас это нонсенс. Вот реально сондай нәрсе да. И сол кезде мамамның до такой степени андай сондай қайын жұрттарға берілгенді. И мен мысалы жақын тұрсам да, соны көп үйге барғызбайды мамамдар. 4 күнге, иә? 4 күнге барғызбайды. Мысалы, келсең, мен жолдасыммен барам, 1-2 күн ғана жатам, болды. Жыртың қағып, мен мысалы бармасам өз үйімде, өз немемде деген сияқты нәрселерді. Соны айтады ол деген ана баланың түп немесінен айырмау керек дейді. Айтасың ғой, мен мынау әпкең, мынау ағаң деп айтамын да. Соны мен қазір тоже айтады. Аға дейді да, мен бауырларым деймін. Мен айтамын, ол сенің нағашы ағаң. Али сенің ағаң. Кәдімгідей. Мысалы, қайнағадан бұл сенің ағаң, атаң деген сияқты нәрселерді. Сол нәрсе бізге егін егу керек деп ойлаймын да. Мысалы, мен бір ақыл көйсіп сияқты нәрсе емес, просто бұл біздің қазіргі кезде жаңағы айтып отырмыз ғой, уже жасымызда келді, тәжірибемізде келді, қанша қателіктер жасадық қой бәріміз. Бәріміз періште емеспіз да, шын айтқан кезде. Но просто алдыңғы буын сол жерден қателессе аталарына. Ол вот бізде қателіктің көп нәрсесі сол жерден. Ол неге байланысты көрдің бе, қандай ортаға түседі? Иә. Ортаны сен тауып бересің да? Жоқ, орта тоже влиять етеді. Қатты влияет. Ну, это қандай отбасыға келесің? Иә. Мысалы, сол традицияны сақтап қалған адам болды деген сөз ол жерде. Ол әулетте. Үлкені бар ғой, бәрін айтып көрсетіп отыратын. Ондай адам болмаса, ол кім біледі? Оған да келсем. Жоқ, келсем. Иә. Өйткені жаңағы мысалы мен өзім нем бар ғой, 2 қыздың әкесімін ше. Сондықтан мен мысалы бұрында ойламайтын, қазір қыздарым бар ғой, кішкентайларым. Енді ойлаймын да, мысалы, олардың қандай ортаға барады, мысалы, күйеу кім болады деген сияқты. Күштісің ғой, сондай төлеп жүрген. Олардың өмірі қалай болады деген сондай сұрақ қоясың ғой. Бізге жеңіл ғой, жігіттерге. Ол жағынан ше, қыздарға қиын.
әрине. Адаптироваться ету өте қиын. Иә. Басқа өлетте. Қандай жаңа ол отбасының несі жаңа дәстүрі қандай, Қалай Ұстанымдары, қабылдайды. иә. иә, ұстанымдары өйткені қазір неше түрлі бытовой насилие деген неше түрлі болып жүр, көріп отырсың ғой, жаңа шошисың ондай нәрседен, сондай аз болсын деп енді Болмасын ойлайсың ғой, деп. иә, қыздарымыз кішкентай болса да енді үлкен қызымыз жетті, оның кішкене түсіндіресің, айтасың бәрін. Қайткенмен жаңағы неше түрлі ана нелер көп қой қазір, коучтар инстаграмда, Иә. өтірігі де бар, шыны бар да. Бірақ енді өзімнің жаңағы менің қарындасым бар, солар қалай өсті, мысалы анамызбен әкеміздің қарым қатынастарын қарайсың, примерно сондай болсын деп ше. Иә. Өйткені в любом случае қыз бала өзінің әкесіне ұқсаған ер азамат іздейді деген бір теория бар, Иә. Бар. шын ба, шын емес, сіздерден сұрай отырсам Бар. сондай теория бар дейді. Теория иә. бар. Иә. Сондықтан күшті әке болып тырысамыз, иә. Үлгі беретіндей. үлгі ретінде, иә. Иә. Жақсы көріп, оларды әрі құрметтеп, Иә. максимально ше. Сол сияқты Сенің образыңмен істейді ғой, Иә, ондай иә. бар, мне кажется. Мен өзім туған әкеммен бірге тұрмасам да, менде ондай образ болмады, бірақ менде нағашы атамның образы бар. Менің қазір жолдасым, сәлем, кәдімгідей нағашы атама ұқсайды. Повадкалары, внешностьпен көп нәрсе соған ұқсатамын. Сондықтан ол теория, мне кажется, бар. Так что ол жұмыс жасайды. өзімізге көп андай қадағалау керекпіз өзімізді сол үшін. Баланы тәрбиелеу үшін өзін тәрбиелеу. Иә, иә. И вот осы арада волонтер, мен мысалы көп неменде айтамын, екі қызым, мен көп бала көтере алмай жүріп көтерген немен бірмін ғой, сол кезде мен баланы тәрбиелеу керекті қатты стрессовать ететін. Не беремін, не білемін, потому что мен білмейтін сияқтымын, анам білмейтін сияқтымын. Қарапайым суға түсірген кезде мен кәдімгі стрессовать ететін, жел соғып тұр, сөйтіп тұр, бүйтіп тұр деп, страшно паниковать ететін ғой. Бірінші қызым босанғанда 1 жыл үйден шыққан жоқпын мен. Вообще ешқайда шықпайтынмын. Даже білесің ғой, нас үйге кісі кіргізбейтін, соң врач класстастарым айтатын, Аля, үйіне барсаң, менен анализ алыңдар деп. Енді сондай стресстік состояние. Иә, сол сияқты. Ал вот 3-ші балама босанған кезде мен баланың тәрбиесіне байланысты вообще андай ойым өзгерді, 180 градус. Сол кезде мен түсіндім, вообще баланы бір өзгертіп, баланы тәрбиелеуге не надо буде. Өзің күйеуіңмен отношения, күйеуіңе деген көзқарасын, даже маңайындағы адамға деген көзқарасын сен қабылдауың. Потому что мен, сендер білесіңдер, мен көп нәрсені остро қабылдаймын и прямо айта саламын ғой. Вот сол нәрселерінде мен ойландым да, неге олай деген сияқты. Оны кейде кедергі жасайды ғой. Кейде емес, это маған всегда кедергі жасайды екен. Ол күшті қасиет, бірақ иә, кедергі жасайды. Қоғамдағы кедергі Қоғамда, жасайды. жаңағы ұжымда, өйткені өзінің бір нелері бар ғой. Жаңағы мысалы менде өзің ұжымда қандайсың? Ұжымда Әлібек қандай екен? Әлібек қандай бас білетін ұжымдастардан сұрау керек шығар. Жақынырақ отырсың. Ұжымдастардан сұраған дұрыс шығар ол. Бірақ мен ол жерде мысалы мемлекеттік қызметтің енді ең кішкентай сатынан бастап өткен адамбыз ғой, енді әлі құдай қаласа өсеміз де. Бірақ соны енді мен сол лауазымда жүргенде ойлайтын, неге басшылар осындай тапсырма береді, андай жасайтын да, неге бізді мысалы бір демалыс күні непотемия шақырып алады деп ше, неге бізге қатысты емес жұмыстар береді деген секілді. Сонымен енді көріп тәрбиеленіп өскенбіз ғой, енді сондай қателіктерді жасамауға тырысамыз да. Қолыңнан келіп жатыр ма? Енді өз ойым келіп жатыр. Шақырмайсың ба демалыс кезде? Мазаламайсың ба? Демалыс кезде шақырмаймыз. Мен өзім шақырмаймын. Егер енді ЧП құдай сақтасын бір нәрсе болса, онда міндетті түрде шығамыз ғой енді. Абылай керек жоқ нәрселерге қазір ондай жоқ енді. Қазір енді сондай енді бір концепцияда келіп жатыр ғой бізге, мемлекеттік қызметте. Қызметкерлерді қорғау керек, оларға бір жағдай жасау керек деген секілді. Алтыда жіберу дегендерінде уақыттарын алмай жіберу, өйткені оларда отбасы бар. Мысалы қазір развод деген нәрселерді қарап отырса, көп адамдар сол ана әйел азаматтар, сол мемлекеттік қызметте жұмыс істейтін кісілер екен да. Өйткені олар келеді, олар еще бала қарау керек, физически уақыт жетпейді, тамақ жасау керек, жұмыс көп қой. Соның бәрін көрмейсің, соның араларында бір нелер пайда болады да, конфликт болады, ол потом бытовой не болып, потом разводқа кетеді. Онда ойлайсың ғой. Молодецсің ғой. Молодец. Стараемыз этот уақыттарын алмай максимально қоя бергенге, иә, уақытында үйіне барсын, семьясына барсын деген сияқты. Мынандай сұрақ қазір.
бәріміз енді әртүрлі сала, енді бір студенттік өмірді бастадық, бірақ та барлығымыз жан жаққа әртүрлі салаға кеттік. Енді сіздің мамандығыңыз таңдалуы, Назым осындай салаға кетуі, мысалы, неліктен? Госслужба. Неге госслужбаға кеттіңіз? Творческий адам едіңіз ғой. Бәріміздің көкейімізде тұрған сұрақ ма дегенде. Алёха мемлекеттік қызметкер. Білмеймін, енді негізгі мәселе енді ол кезде енді қазіргі салыстырғанда госслужба кішкене бедел жоғары болды ғой. Шыны керек. Иә, шыны керек солай. Солай болды. Туда попасть деген, иә. Әкем де өмір бақи мемлекет қызметте жұмыс істеген кісі да. Ол жай мен оны как-то бір әкеме ұқсайын деп барған жоқпын. Бір не болды да, мен как раз колледж бітірдім. Сондықтан колледж бітіргеннен кейін жұмыс істеу керек болды да маған ше. Мамандығыңыз қандай? Ау, Мамандығыңыз қандай? юриспруденция ғой. Ол кезде юрист пен экономисттер көп болды ғой. Сондай заң болды ғой. Менде юрист. Сондықтан іздедік вакансия, соны ана бір басқармаға, мұрағаттар басқармасы ол кезде сол жерде аламыз деді. Айрағыз осындай, примерно стажың жоқ деді. Мен жарайды дедім, онда сізге кірейін деп тест тапсырып, конкурстарын бәрін өтіп, сосын сол мемлекет қызметке кірдік. Ол кезде мысалы қазіргі ғой неше түрлі мамандық бар да қазір ше. СММнан бастап, биографиям бар, маркетология бар. Ол жерде оқуын бітірмесең де жұмыс істеп жақсы ақшалы табасың да. Ол кезде кішкене бізде или НПО болды, немесе жаңағы нелер мемлекет қызметте жүру керек болды. Сондықтан мен мемлекет қызмет таңдадым. Содан бастап енді ақырын келе жұмыс істедік. Бірақ енді творчествоны әрігіндей ұмытқан жоқпыз. Әр нәрсеге жаңағы творчествомен қараймын да мен. Уақыт табылса. Креативный мышление бар. Креативно бар деп мүмкін бар да шығар, бірақ любой нәрсеге творчествомен қараймын. Мен күшті қолыңыздағы немеңізді көремін де. Әлі бар ма? Ол бар, иә. Госслужба бола ма ол деген сұрақ? Госслужбада білмеймін, мен қазір болады. Неге болмасқа, иә. Бізде ондай бір не жоқ қой, қатаң талаптар жоқ. Оны болмау керектен. Ең басты талап өзін дұрыстап ұстау керексің ғой қоғамда. Қумай деген секілді. Қуатын госслужащийлар бар ғой негізі. Ондайлар көп қой, күнде шығып жатыр ғой. Хейт жарып жатыр ғой әлеуметтік желіні. Сондай болмасам болды ғой, емаз өзінің қызметін дұрыстап жасап, халыққа қызмет етіп. Пайдалыс. Иә. Бірақ енді біз хейт көп шығар бірақ, хейт көп. Неліктен деп ойлайсыз? Өйткені өз сондай бір не қалыптасып қалды ғой, образ. Ол образ не қалыптасты десең, өйткені ондай жағдайлар көп. Оны негіз өз мемлекеттің қазір басты мақсаты жаңа коррупциямен күрес болып жатыр ол кезде. Негізгілердің бірі. И ондай случайлар болып жатқан кезде көпшілікке бәрі сондай сияқты болып көпшілікке жаңағы мықты жариялады, күшті ақпарат тарайды да. Сондықтан любой жаңа мемлекеттік қызметте не болса, оның бәрі сондай адам екен деп ойлайды да. Бір ғана қалып кигізбесе де? Иә, бәрі мысалы күшті өмір сүре ма деп сөйтіп бір как-то акиматтағылар деп ойлайды да. Хотя бізде дәл сондай адамдар, дәл сондай проблема, өзі 3-4 балалары бар, аналар қызметте жұмыс істейді, жап-жас балалар жұмыс істейді, үлкен кісілер де бар, жігіттер де бар. Олар да енді ойбай қоғамнан күшті өмір сүреді деп айта алмаймын, кейбіреулер одан да нашар өмір сүреді. Сондықтан әртүрлі адам бар. Мемлекет қызмет таңдағаныма өкінбеймін енді. Менде мына бастысы ғой. Иә, тағы мысалы мемлекет қызметкер саласында енді істеп көргеннен мынандай нәрсе шығады да, стресс устойчивость үшін өзіңді лайфхак дейді ғой, сонда айтыңызшы, қалай ол жерде шыдау үшін реально бір жүйке жүйе керек, шын айтамын. Керек. Жүйке жүйе мінез керек ба деп ойлаймын. Ер азамат болсаң, тұрмыс құрғанда сенің әйеліңді қабылдау керек та, сен мемлекет қызметшісің. Иә. Өйткені мысалы мен тұрмыс құрғаннан кейін менің жартысыма, былай айтқанда жартыма өте қиын болды да, жарыма ше. Қабылдау, өйткені мен кеш уақыт жұмыстан келемін. Суббота, воскресенье жоқ. Жұмыстасың, иә. Мен жұмысым сондай да, кейде андай демалыс күндерде жұмыс істейміз біз, бір қандай жағдай болып қалса шығып кетеміз. Ол болса неге жаңа балалармен бір жерге демалысқа шықпай сұрақтар көп болады. Сондай нәрсені мойындау, өзін қабылдап білу керек та, ең бірінші сол. Өйткені үйдегі сені әйел адам егер сол жағынан қабылдаса, көнсе, жарайды әйтеуір деп. Сол ең басты стабильность сол ғой. Поддержка болады. Поддержка, психологический, стресста. Екінші ол уже салауатты өмір салты. Жаңа фитнесқа барамыз міндетті түрде. Барасың. Аптасына 4 рет барамын. Бүкіл стресс сол жерде шығарамыз, деп тұрып. Сондықтан енді тағы да бір хоббиларымыз бар. Фото маған ұнайды, фотолары. Фото жақсы көреміз, фото өнерін, иә.
күшті ғой вот. былай өзім нем ғой, егер вдруг неден шықпасам или фитнес тренер или фотограф боламын. Данияр байқа сен орындаламасың. Стаж бізге штатқа командаға адам іздеп отырмыз. Фотограф керек деп. Иә. Қазір не ғой? Жұмысы қалмайды екенсіз ғой. Иә, фитнес тренер өзі не ғой? Өзім қазір ақындап сол бір идеалға келсек, бір 2 жыл. Краш па? Иә, сондықтан. Акиматтан немеге деген болады. Қазір сондай историялар көп қой. Трансформация. Ол акиматас деген, анау мынау, потом шығып кетті де, кішкене болып кетті. Иә, сондай бір. Сторителлинг жазамыз ғой, иә? Без проблем. Жеке бренд қалыптастырасың. Сонысымен қызықты қазіргі өмірде, что ты можешь тез ауысып кеткенге. Адаптировать етеді. Андай шектеу жоқ та. Қолынан келіп тұрса, уақытың болса, өзің сондай шешім қабылдасаң, саған не обязательно, мысалы мен өзім мұғалімдікті бітірдім ба, мұғалім болу өмір бойы. Өмір бойы мұғалім болып, сол мұғалімдікпен пенсияға шығу деген міндет емес. Иә. Мысалы, мен мұғалім бола тұрып, бірақ мектепте кәдімгідей жұмыс істеген жоқпын. Хотя мені бәрі ойлады. Мен мұғалімдік 4 жыл бакалавр, 2 жыл магистратура оқыдым. Осы қыз мұғалімдіктің министерствоға дейін жұмысқа барады, сол салада жүреді деген сияқты. Менде де сондай представление болды. Өйткені маған ата-анам да, өзім де, қоғамда сондай лестница құрып берді, осымен жұмыс жасайсың деген. Но бірақ мұғалімдіктен бұрын мен госслужбаға келген кезде, госслужбаға кірген жоқпын, бірақ бюджетный да около госслужбы жүрдім, центр молодежи. Сол кезде маған сол бағыт тоже ұнады. Командамен жұмыс, жаңалық деген сияқты. Істей жүріп, мен ары қарай госслужбаның кішкене мына жақтарын көрдім, системаны көрдім. Иә. Содан кейін маған осы, наверное, керек емес деген сияқты бір шешім болды да. Сонымен қазір мына салада жүрміз ғой. Қандай салада жүрміз біз? Анандай айтады ғой, фрилансер саласы сияқты, но при этом мы әлі екеуміз все равно пытаемся қоғамға бір пайдалы сала деген сияқты. Сол кезде қалған бір, наверное, бір какая-то X идея, что қоғамға бір пайда келу керек, жастарға бір пайда келу керек, жаңалыға келу керек деген сияқты. Біз оны білеміз, мы это умеем, почему біз оны не используем деген сол идеямен жүрдік та. И қазір кей кезде біздің ата-анамыз да түсінбей жатады. Не істеп жүрсіңдер сендер? Не істеп жүрсіңдер? Бар мектепке, бар нормальный зарплатаға. Ол кісілер де солай ғой, ол кісілер де сенде бір определенный мамандық болу керек, мамандықта сен жұмыс істеу керексің, пенсияға жеткенге дейін стаж жинау керек. Қазірше безденік болып есептелеміз деп отырсың. Еще ол көп жиі жұмыс орнын ауыстырсаң, ол дұрыс емес деп санады. Бұл кісіде стабильность жоқ деген сияқты. Мысалы менде жұмыс орны көп жерде ауысқанда, мысалы, менде 2 трудовой книжка бар да. Мен мемлекеттік қызметтен басқа и журналистика саласында да істедік, фотокорреспонденті болдық, жаңағы. Қазір заман өзгереді да, тез. Әртүрлі мамандықтар пайда болады, неше түрлі. Мысалы мемлекеттік қызмет болып істегеннің өзінде сен өзінің дополнительный скиллдарын прокачивать ету керек та. Иә, бізде сол қоғамда сол нәрсе қалыптасқан ғой. Мысалы кейбір айтады, қарашы анам баласы ана жерде бастық екен, анам баласы андай екен дейді, мен бә мықты, иә, мықты деген. Несе керек көршінің баласы. Иә, сол ғой біреудің басы, содан ана соңғы неме кезінде сондай ғой. Сен де бір жерде директор болып отырушы едің. Иә, сол сияқты нәрселер айтылады. Иә деп қойсын да соң айтады, не істеп жүрсіңдер? Адам жұмысқа барады, алып та кеп қояды деп. Енді біздікі мысалы осындай сөмке болған. Біз өзімізге директор болып жүрміз қазір, иә. Құдайға шүкір. Андай уақыттың немесі деген сияқты ғой. Өзің ойыңа не келеді, сол нәрсені жүзеге асыра аласың да, и спокойно мысалы графикті өзің реттейсің да. Бізде солай мысалы. Мен мысалы кішкентайым 1 жаста, мен егер госслужбада болатын болсам, вот разводтың түбі сонда болушы еді реально, иә. 1 жаспен мен баламды мына сияқты спокойно. Мен қазір 4-5 сағат қалдыра алатын жағдайым бар, мен жұмыс істеп келетін жағдайым бар, мысалы жаңа сияқты бізде Назмада екеумізде команда бар, который өзіміз істемей жататын болсақ, бірімізді ауыстыра аламыз. Вот қазіргі замандағы жаңа сияқты ең бір жаңа мобильность дейді ғой, сол сияқты. Сен балаңа қаншалықты көңіл бөлесің, жаңа сіздер сияқты өзің таңдайсың да. Маған мысалы тәрбие жағы керек па, значит біз екі жақты да ала аламыз да. Егер дұрыс жаңа сияқты тайм-менеджмент пайдалана алсақ деген сияқты ғой. Соны сұрап отырғаным сол ғой, сіз госслужбада қалай соның екі ортасын ұстай аласыз деп. Көбі болады ғой, ер азаматтарға попроще шығар уақыт жағын белгілеу, чем әйел адамға. Біз мысалы күйеумен балаға адаптировать етеміз реально. Кәдімгі таңдау болады ғой сенде, сен или мына жаққа бересің, или мына жаққа бересің деген сияқты нәрсе ғой. Приоритетті. Енді менде әрқашанда приоритет отбасы. Сонысы жақсы. Приоритет отбасы. Маған енді даже мысалы визуалдық жаңа примерлер көп қой. Ең танымал визуал пример ол жаңағы шарик дейді ғой. 4-5 шарикпен сен өмір бойы ойнап отырасың дейді. Жұмыс сол не дейді андай резиновый шарик дейді, ол ұшып кетсе де сынбайды.
сен тауып аласың. Самый хрупкий ол отбасы дейді да, ол шағылса потом уже құрастырғанның өзінде ол трещина қалады да. Сондықтан отбасын баулау керек. Номер один ғой, біз жұмыс істеп жүргеніміз сол отбасы үшін ғой, балалар үшін кішкентайымыз. Они наоборот, они наоборот, да. Сондықтан номер один ғой отбасы. Сол қазір жастар мысалы ажырасуға жеңіл сияқты. Жеңіл соған қатысты, мысалы сен өте қуанып отырмын да, сондай ер адам, азаматтар осы сияқты бірінші түсініп, осындай нәрсе істеп қоғамға деген сияқты. Сол бауырларыңа не айтар едің деген сияқты. Біз жаңа шатастырып алғанбыз. Жаңа жұмысты бірінші орынға қойып отбасы деген қатты шатастырып алғанбыз. Егер мен ақшам көп жақсы орында отыратын болсам, значит я такой деген сияқты принциптер көп жаңа қалыптасып қалғанда. Не айтар едің соған, чтобы олар шатаспасын, жаңа жас буын осыған келіп ажырасуда жеңіл көреді да, біреу мынау жоқ болса ананы тауып аламын деген сияқты. Содан біз, по-моему, нешінші орындамыз развод бойынша? Бірінші орында. Топта жүрміз, иә. Өте ауқымды. Неге халық санының несіне өзін бөлген кезде. Соны айттым ғой, ер азаматтың өзінің жауапкершілігі ала төмендеп кеткенінен деп ойлаймын, мысалы жаңа жеңіл қарау. Ол не ғой деймін, ана бір отбасылықты идеализировать етеді ғой деймін жастар. Егер ана дорамалар неше түрлі көреді ғой. Отбасы. Романтика. Біз үйленеміз, потом бізде күшті болады, бәрі деп ше. Күнде кешке свечи деп. Романтика, күнде саяхат деген секілді. Клубника внутрь шоколадный. Клубника жегіштеп. 2 аптадан кейін уже суровый реальность басталады да. Бытовой бір моменттар болады. Ең бастысы сол характер. Наверное, өзінің екінші бөлігін дұрыстап таңдау керек. Өзіне сай болатындай, өзін сені қабылдай алатындай, осындай реальный сен қандай екендігіңді. И сондықтан екеуін енді әр қандай қиындық болса да, ертең жақсы күндер болады да, міндетті түрде ше. Соны ұмытпау керек та. Қандай қиындық болса да, түбінде ертең бәрі нормально болады. Қалай таңдадыңыз? Уже проблема емес болып қалады да. Это шындық. Сіз жарыңызды қалай таңдадыңыз? Жарым мен таңдады ғой. Болды ғой. Агенттен орындық қой. Офистамыз деген. Үлкен досым бар, жасы менен 10 есе үлкен, бір досым дейді. Сол кісіге қонаққа барғанмын ғой. Мен оның туысқаны. Сол туысқанын шақырған, мен қазір жағымда Айдан. Сол кезде таныс қалдық та. Агент нелермен алысып екен. Сол кезде химия қалды ма? Ортақ нелер, темалар тауып. Общение ма? Аида, наверное, керемет философ шығар, иә? Жоқ. Жоқ? Ол не? Үйдің несі? Тәртібі. Үйдің тәртібі бәрі сол кісі. Үйдің жаңа гармониясы. Бәрімізге не істеп отыратын. Керемет. Нағыз не. Керемет, күшті. Бірақ по-любому бәрімізде не бар ғой, қателік бар ғой. Неше түрлі. Ешкім идеалды болмайды. Конечно, ол нереально. Бізде де неше түрлі нәрсе жағдайлардан өттік, неше түрлі стадиялардан өттік. Ұрысқан кезде не істейсің? Интересно. Самое что интересно, біз ұрысқан кезде WhatsApp-та ұрысамыз да. Шынайы ұрыспаймыз, ұрыса алмаймыз бір-бірімізге. Күзге айта алмаймыз. Реально ма? Реально. Это не знаю, жақсы ма, жаман ба? Біз бір-бірімізге былай шынайы ұрыса алмаймыз. Энергетика шығармайсыңдар ма? Энергетика ол да спортзалға барды, мен де спортзалға барамыз ғой. Сол бөлек кетіп қаламыз кейде ше. А так біз бірге барамыз всегда. И короче біз мысалы или мен шығып кетемін далаға. И WhatsApp-та ұрысамыз. Көрдіңіздер ма? Лайфхак, госслужащидан лайфхак, бастықтан лайфхак. WhatsApp-та ұрысамыз, короче, WhatsApp-та. Потом келеміз де күлеміз, короче, приколстар. Неохота да? Не кетеді же андай. Нормально. Сондай момент, білмеймін енді. Қалай ол? Мне кажется, ең жақсы метод. Стратегия. Күшті. Жақсы. Боқтап аламыз WhatsApp-та, потом нормально. Потом отпускай, да? Конечно. Күшті, ол да дұрыс шығар. Мен де негізі жолдасыммен ұрыса алмайды екенмін. Біз никогда қатты бүйтіп боқтасып ұрысып көрген жоқпыз. Мен содан таң қаламын да, как так можно деп. Ол айтады, потому что мен сені сөйтіп таңдағам, я знала, что ты такая дейді. Так что мен таңдап алған ғой. Сондай жағдайлар болып тұрады. Ұрысқан кезде мен уборка жасап кетейін, бәрін шығарып жіберемін, бәрін лақтырамын. Это реальность, вот ұрысамыз ғой, вот мен сөйлеу жүрмін. Мен жолдасым, мен білесіңдер, ол спокойно. Ол айтады, бірақ рет айтады ғой, сүйегіңнен түңнен өтіп кетеді ғой. Айтқан сөз. Сол кезде диванды көтере алмайтын, диванды көтеріп кетесің ғой. Намыс үшін. Бұрын жанам деп майысып тұратын диванды көтеріп кетесің.
вот әйелдің до такой сен эмоциясы қандай, иә? Энергиясы көп қой негізі. Вот страшный нәрсе ғой. Сол жасқа жетіп қалыпты ғой, иә, солай бүйтіп ұрыс туралы, неме туралы айтып отыратын, иә. Қазіргі өмір. Қандай памперс аласың деген тема ғой қазір. Сабақ қандай сабақ өтіп жатсыңдар деп. Қонақ шақырған кезде сеспесек те, ананы қосамыз, мынаны қоспаймыз. Сондай темаға келіп жатырмыз. Иә. Қазір балаларың кішкентай ғой, біраз өскеннен кейін басқа темалар басталады. Иә, басқа темалар. Ең кішкентай жолдастар арасында екеумізге екен Аруха. Иә. Иә, мен биыл 1-ші классқа барып көріп жатырмыз. Что такое? Мен нулевой 3-те, ал 8 ай. 8 ай? Мен кім жас, екеуміз как раз екеуміз тигелес қой. Примерно. Мына кісілер уже көп нәрсе бізден біраз жейдені киіп саған, тоздырып саған, бұл кісілер. Опыт бар. Бар. Ақыл айта аламыз, так что бесплатныйға келіңдер, бесплатный курс ашамын деп. Бесплатный курс ашамын семейная жизнь туралы деген сияқты. Қазір негізі көп нәрсені айтуға болады екен, иә? Бір шер тарқатып алған сияқтымыз. Күшті ғой, иә. Өйткені осындай әңгімені айтатын орта болады, айтылмайтын ортада болады. И біздің подкастымызды сондай программа ретінде емес, официоз ретінде емес, осындай қабылдап отырғанымыз маған ұнайды. Осындай болу керек деген сияқты. И көп нәрсе бізде мұнда кесілмейді, бәрі естественно, иә. Осындай бетіміз үлкен болып тұрса да, қате сөз айтып кетсек та, назым орысшаны қосып жіберсе де, оның бәрі кіріп тұрады. Сондықтан хейт болса, грамотный хейт жазыңыздар, но это все оправдано. Қазір не ғой енді, ютубта айтады ғой, шыншыл болу керек дейді ғой. Иә. Наоборот, цензура аз болу керек, максимал шыншыл болу керек, сондықтан. Адамдар шаршады ғой цензурада. Мысалы, Инстаграм 2024 жылға немесін қараса, тренді ма? Трендтары мен Инстаграммен жұмыс істегеннен оны зерттейсің ғой, біраз, мысалы, жаңа жыл шығардың алдында біз, мысалы, Инстаграм жұмыс істегенде, біз экспертпен жұмыс істегенде обязательно қарайсың не деп. Сол кезде ең бірінші орында ашықтық дейді да, шыншылдық дейді. Бұрынғы сияқтандай неше түрлі макияж істеп алған, анау істеп алған, реальности, ожидания деген нәрселерде қазір көбі адамдар отходить етті, уже адамдар осознанно таңдай алады да, кім қалай деп. Бұрын, мысалы, Инстаграм былай қарасаңыздар, кімде көп подписчик, сол күшті сияқты көрінетін да. А қазір, мысалы, чисто әдемілікті, иә, эстетика болады ғой. Мысалы, эстетика ол кәдімгідей аккуратность беретін, и бірақ айтатын осындай сөз, нәрселер без монтажа, осы без пафоса, без маска дейді ғой, сезіліп тұрады. Мысалы, біздің, мысалы, айтып отырған нәрсеміз, энергетикамыз бәрі сезіліп тұрады да, мысалы. Көбінесе осы нәрсеге жақын болады. Сондықтан, мне кажется, бұл біреуге ана сияқты, бағыт сияқты ғана қабылдау керек деймін да. Не, өзіне одан алатыны бар, алмайтыны бар деген сияқты. Мысалы, біз дінге қатысты әңгімелер айтып отыратын болсақ, мысалы, айтыңыздаршы, мысалы, ол бөлек қой, иә? Ол кішкене, иә, бөлек қиын нәрсе ол. Иә, көрдіңіз ғой енді, онда біз деген бүйтіп аламыз. Біз білмейміз, өткен жоқпыз деген сияқты, иә, мысалы. Әр адамның өзінің несі бар енді. Иә. Мысалы, алдында мен жұмыста 2 танысым бар, біреу намаз оқитын жігіт, екінші агностик та. Сол екеуі кездесіп қалды, солай болып қалды. Екеуі мана кәдімгі подкастқа негізі түсіріп отырсың. Шақырып жіберді ма? Екеуі жіберді ғой кәдімгі әңгімені ше. Былай қарап тұрсаң, екеуінікі де дұрыс енді. У каждого своя правда, иә? Қабылдауда. Екеуінде бір моменттары бар, дұрыс та, бұрыс та, бірақ енді әрқайсы адамның өзінің бір несі бар ғой енді. Своя правда дей ма? Иә, қабылдау, иә. Ойлары өзгерді ме? Жоқ. Ондай кісі, мне кажется, вот именно дінге келгенде адам несі өзгермейді. Өзгермейді. Ол имеется в виду, ол мысалы не емес та андай бір жеңіл нәрсе емес, математика емес та, 2 4 болып міне дәлелдеп бере алатын ше. Бұл жерде енді тек қана сенім ғой. Сезім еще. Сезім. Әр адамның өзінің жүрегінде, мысалы біреудің жүрегінде өзінің діні бар, екінші может жоқ шығар, ол басқа жаңағы нәрсені ойлайды да. Сондықтан бұл жерде бір какой-то бір неге келу мүмкін емес, ол ұтылдым, бір оттым деп. Бірақ бұл жерде мен всегда айтамын да, мысалы, әр адам бір-бірін өзін қабылдау керексің да. Мысалы, менде всегда сол философиямен өмірлік сол. Ол қандай нетрадиционный ориентация болса да, қандай мысалы жаман, может быть, жақсы адам, мен оны қабылдау, иә? Сондай қабылдаймын, болды, не істейсің енді? Өзгертуге болмайды деген сияқты ғой. Ситуацияны қабылдау деген сол ғой? Иә, ол жақсы ғой. Получается, сен адамға сеніп тұрсың. Ол адам тұлға осы дүниеге келгеннен кейін ол қандай болу, оның өзінің құқысы деген сияқты ғой. Солай қалыптасты да енді оны не істейсің? Менің құқығым бар, оған бір нәрсе дәлелдеп, оны өзгерту ше. Неге мен оның жаңағы сенімін өзгерту керекпін деймін да, мысалы, егер ол соған кәміл сенетіндей болса, жарайды мен қабылдаймын. Мысалы бір не притча бар ғой, тоже танымал, бәр жерде социальный сетьте жүреді. Неге сіз дейді ана
өмір не істейсіз да, ұзақ өмір сүргенсіз де бір қариядан сұрайды ғой, бір мудрецтан ше. Сонда мен ешқашан да ешкіммен спорт етпеймін дейді да. Ол дұрыс емес қой десең, да, ты прав дейді ғой. Сол секілді короче. Шынымен Зачем онымен спорить, оны не керек ол, білмеймін. Енді мүмкін ол менің позициям дұрыс емес шығар. Жоқ, мен қазір сол ойға келдім, осы жасқа келіп. мен де негізі сонымен кетемін. Спорт ету деген. Сол үшін ұрыспаймыз күйеуіміз екеуміз. Ерунда нәрсе үшін бір спор болып кетеді да, бір какой-то футболист үшін ше, вообще футболисттің қатысы жоқ, ол дөйдал өз жүреді. Өзімен өзі жүрген кісі да, сол үшін бір спорт етіп, Қарым-қатынастың етіп, иә. Мысалы Реал мен Барселона деп біздің өзіміздің жігіттер баш төбелесіп жүреді. Ол вообще бөтен мемлекеттің клубтары вообще. Сен білмейді сен осы жерде бар екенше. Неге оны спорт етесің? Екі қазақ. Футбол түсінген сол секілді не керек ол? Сондай нәрселер да, кішкентай нәрселер көп ондай. Дұрыс. Қатты до такой степени идеализировать етіп алу деген сияқты ғой, біреуге бүйте аламыз да, бүйтіп влиять ете аламыз да, соны сөйтіп жібереміз деп өзімізді мысалы бүйтіп көтеріп қойып алғанбыз, өзгеріп жібереміз, сөйте аламыз деген сияқты да. Біздің ойымыз өтеді, осындаймыз деген сияқты, салмағымыз бар деген сияқты. Сол нәрсемен біз адамдарға қатты давка содан кейін жасайтын шығар деп ойлаймын кей кезде. И мына нәрселерді әр адамдардың бір-бірімен қосқан кезде, істеген кезде ол бәрібір Алланың бір құдіреті ғой, мысалы. Сол нәрсені біз ұмытып кетеміз де, мен істедім, мен деген нәрсені иемденіп аламыз да. Құл позицияны жоққа шығарамыз да, біз мен болып аламыз. А на самом деле біздің мысалы жаратылысымызда, қанымыздың бойымызда істеп тұрғаны біз как будто это болу керек сияқты дейді. А бұның бәрі бір құдірет қой негізі шын. Қара бір лимфамыз басылқасы бітті ғой біз. Точка болды. Даже мен мысалы былай бір проблема жүрді да, бір какой-то ше. Қалай бір лайфхакты ше өзім. Да, давай. Мысалы бір капец бір проблема жүрді да, страшный ше. Енді денсаулыққа байланысты емес, сол енді уже не әдемі тема. Сонда мен ойлаймын да, мысалы біздің планета осы бүкіл галактиканың ішінде бір шаң ғой. Точка. Кішкентай бір шаң ғой, сол чуть-чуть бір метеорит өзінің бағытын әкетіп біздің құдай салған жерге тиіп кетсе болды, біз жоқпыз ғой. Бірақ проблемамыз да жоқ қой. Ол проблема, соны ойлайсың да, соны сен проблема ше, бір ерунда болып қалады, если честно. Иә. Шын, иә. Сол жағынан қарағанда уже вообще легко воспринимается. Вообще легко, ол бір какой-то не ше. Қиналып оған отношения портить это. Осы сияқты салада бар ғой, мен жаңа айтқым келеді. Мысалы мен театрға ауыстым ғой. Театрға дейін жаңа белгілі юридический деп сол мамандық боламын деп енді ол жақта мен көп нәрселерден деп айтпай қояйын, біраз нәрсе көрдім де, и мен характерімде реально боқтап сөйлеу, там доказать ету, спорт ету бірінші орында тұратын да. Потом біраз бір жұмыс барысымен сондай нәрселер көрдім, которые сол жасымда негізі көрмеу керек болдым. И бір Алланың құдіретімен мен каким-то образом театрға жұмысқа барып қалдым. Короче, сол театрда істеу керек болдым да. И театрда кипиш болады да, там анау болады, мынау болады, соң сыртынан қарап тұрамын да. Мына былай істеу керек, былай, давайте осылай деген сияқты істеймін да. Сосын бәрі маған қарайды. Сосын маған айтады, неге осылай істейсің десем, мен айтамын, это не проблема деймін да. Мен театрға келгенмен қуанамын, потому что мен мына арада адам өлмейді деймін да. Все можно решить, бәрін істеуге болады. Но самое главное, ешкім өліп, ешкім көз шығып кетпейді. И мен зардабы жоқ. И сол үшін де мен қате істесем де ол жерден қорықпайтын да. Қатені можно исправить. Любой адам ол жерде қатені можно исправить. Ол врач емес, ол тағы басқа біреу емес. Мысалы органдарда біреудің тағдыры шешіледі да. Кәдімгі сен жазғаннан, қол қойғаннан біреудің тағдыры шешіледі. А врачтың ошибкасынан адам өледі. Реально ғой, үлкен нәрселер. А мына жерде все можно решить. Дұрыс. Сондай ойға келген. Дұрыс қоймасаң, ертең дұрыстап қоюға болады, қате. Иә, ол нәрсе, бірақ ол жерде ана көрерменнің өзінің алатын өзіне байланысты, әркімнің қабылдау, жаңа айтып отырғанымыз да. И мен сол оймен ұзақ жүретінде, и театрдың атмосферасына кірген адам содан шыға алмай қалады да. Ана зарплатасы 30 мыңмен кірдің ба? Сонымен бәлем жүресің ғой. Мәсін деші. Жоқ, зато сен ол жерде рухани байып жаттың. Ой, ананы. Тәжірибе ғой? Тәжірибе, кәдімгі тәжірибе. Иә, сол болды. Так. Ал енді, наверное, ақырындап қорытындылай керек. Әлібек мырза, жалпы жастарға айтатын, адамдарға, тұлғаларға айтатын бір 3 кеңесіңіз айтыңызшы. Өзіңіздің өмірлік ұстанған позицияңыз, лайфхагыңыз бар ма? Иә, балалар, жастар деген сияқты. Мысалы, саған қарап, мен білемін, что слайдта таныс болғаннан кейбір кісілер біледі, мынаусын танысыңыз ғой, әпке деп мен сіңілдім деп сұрап жатады да. Ұнайды, мына кісі осылай, қарапайым ғой, еще мына кісі басқа екен ғой, деп сұрады ғой. Білмеймін, бірінші сайтында быть проще дейді. Всегда быть проще. Андай өзің қай жерде жүрсең де максимально бәріне құрметпен қарау. Екіншіден де өзіміздің нелеріміз бар ғой, аталарымыз бар ғой. Алаш арыстар ше. Солардың еңбек жолдарын, солардың жаңағы өмір баяндарын зерттеу. Соны өз оқи, зерттей келе өз көп нәрсе білесің да. Философия, кәдімгі философия уже. Иә, жүзден де
елге халыққа қызмет ету ешқандай коуч керек жоқ. қандай қиындық нәрселерден өтті деп соны оқығаннан кейін кішкене бағалайсың қазіргі кезде тарихымыз тарихымызды бостандығымызды қазіргі и үшінші кішкене адамгершілік ең бастысы маған болған ғой сол әрқашан да ұмытпау керексің ғой адамгершілікті әр адамға сол кішкене істер өзім ойлаймын өзі сол всегда сондай нәрсені ұстанып жүрмін да енді қаншалықты біреуге кеңес айтатындай білмеймін енді деңгейім бар бірақ енді сұрап жатса осы нәрсені айтар едім жоқ бізде жастарға керек кеңес керек өйткені жастардың әлі все равно қандай болмасын қандай еркіндік болмасын бізде азаттық болмасын қандай медиа пространство болмасын адам всегда таңдау жасар алдында біреуге жүгінеді ата анасына жүгінеді ортасына жүгінеді кей кезде адам таппай қалады сондықтан психологқа барады анда барады мында барады деген сияқты қандай психолог кездеседі сондықтан ол кеңес ешқашан құндылығын жоғалтпайды қандай кеңес болсын мүмкін 100 адамның біреу ғана таңдаса почему бы нет жақсы ғой иә алдындағы подкастта осындай әңгіме болды да тура осы сияқты біреуге психологтың әңгімесі өтеді біреуге имамның әңгімесі өтеді деген сияқты біреуге услужбаның жаңағы маманның әңгімесі өтеді деген сияқты бірақ әртүрлі ғой әркімнің әртүрлі де болады бірақ біреуге қабылдайды деген сияқты ғой біздікі дұрыс күшті рахмет күшті негізі сол алаш туралы тағы да бір подкаст түсірсек содан кейін ойда болса тоже жақсы иә негізі қызық ол өте қызықты потому что оны тереңнен істеу керек та мына сияқты нәрселер емес чисто сонымен тереңнен айту керек ол жерде уже зерттеп қарап не істеу керек ол жерде өйткені мен қазір не өзім историк болып сабақ беремін ғой алаш деген тема қабылдамайды ғой балалар көбі білмейді мен еще орыс мектебінде бергеннен кейін ба даже қазақ балалары да олар енді несін түсінбейді идеясын түсінбейді не үшін ол кәдімгідей просто документальный бір история сияқты бір история болды сондай событиялар болды а оның терең жағын түсіне бермейді ғой ешкім сондықтан оны олардың тілдерімен жеткізу деген бір өзімізге бір мақсат қойып тағы бір подкаст түсірсек тоже жақсы осы істеп жатқанымыз ақырын шаг иә өйткені ол не да идеальный маяк қой қазір жастарға ше дұрыс сондай кісілер болды десең ана кісілер тексере бастайды мүмкін аналитика жасай бастайды иә даже сондай кісі болды деп айтуға болады да қараш деп па мағжан жұмабаев секілді ахмет байтұрсынов секілді соңғы ғана кино бойынша иә атамыз секілді әлихан атамұлы секілді ол керемет кісілер болған олардың деңгейіне жету оларды сол кезде егін екті ғой мысалы қазір жемісін иә бәрібір сол сияқты мысалы жаңа біз айтып отырған әңгімеміз бостан емес біреудің құлағына егін сияқты дән сияқты болса и это жетістік ана сияқты үлкен бірдеңкені алып салу емес осындай нәрседен 100 жылдан кейін бізде қазақ қоғамында кәдімгі демократтық қоғам болса осознанный саналы қоғам болса керемет қой ол қазір болмайды ол болуы мүмкін емес чисто исторический немен фактімен қарасақ ол болуы мүмкін емес біз қазір андай неміз ғой ортадамыз ғой иә ана жағымызда бар адасатын заманда ана жағымызда бар өзіміз білмей жүрміз қайда баратынымызды білімге барамыз ба дінге барамыз ба кімге сенеміз неге сенеміз деген сияқты жан жаққа қараймыз деген сияқты кезінде абылай хан қараған сияқты мысалы анда қарады мында да қарады геополитиканы қарасақ та сол сияқты осындай кезең соны қабылдай беру керек и просто адамгершілікпен адам болып бақытты өмір сүруге ынталана беру керекпіз болды өзіңнің кім екенін ұмытпау керек деген сияқты нәрсе ғой шынымен өзіңді кім екенін ұмытпасаң дейді кәдімгі бәрі орнымен қояды да и орныңды білу керек қай жерде қайсың деген сияқты бізде сол ғой шатаспау керек тектен шатаспау дейді ғой біз енді маған қуантады мысалы қазір жеті атасын іздеп жатқандар атасы кім екен бәрібір ол андай жаңағы өзіміз айттық шежіреге көңіл бөлу сол қатты келе жатыр өте қуанатын жағдай да мысалы шежірені іліп қоятын нәрселер шықты мысалы зерттеп таба алмаса табылып деген сияқты нәрселер ол өзінің орнын білу әркім өзі кім екенін білсе ол өзіне миссиясын істейді да тарих қой ата бабамыз қанша қиындықтан өтті неше түрлі соғыстарды көрді жоқшылықты көрді соның бәрі тарих қой біздің міндет қой бізге иә оны одан кейін жеткізу өйткені біздің балаларымызға соны айтып отырсақ олар кішкене қазіргі жағдайды қазіргі өздерінің өмір сүріп жатқан деңгейін бағалай алады да сондай болмасын деп те еңбек етеді ертеңге не қалдырамын деген сұрақпен иә все осындай философиялық нотада біз бүгінгі подкастымызды аяқтайық бізбен болғандарыңызға рахмет міндетті түрде лайк басыңыздар міндетті түрде комментарий жазыңыздар хотя бы сердечко қойсаңыздар да бізге деген үлкен поддержка просто так жасалып жатқан дүние болып болмасын деген ниетпен әлібек мырза сізге рахмет келгеніңізге шақырғандарыңызға рахмет
керемет. Тағы да подкасттарда басқа проекттерде де жолығып жатармыз. Қазіргі таңда мемлекеттік жұмыс ол басқа сатыдағы жұмыс емес, ол кәдімгі қоғамдағы жұмыс ретінде осы Әлібек мырзаның тұлғасы, осы Әлібек мырзаның бейнесімен көруге болады деген ойдамын. Сондықтан мемлекеттік қызмет ол кәдімгі қоғамдағы қызмет. Ол біз барлығымыз мемлекеттік қызмет болсын, біздің әлі екеніміздің істеп жүрген дүниеміз болсын, ол қоғамның, еліміздің, мемлекетіміздің дамуына жасалып жатқан дүние. Просто каждый делает, что он умеет деген сияқты орысша айтқанда. Сондықтан бәрін бар екенін, қалай екенін қабылдауға үйренейік. Beni